Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді осындай рогаликидің рецептісімен бөлісемін. Сырты қытырлақ, іші нәп-нәзік жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Ең алдымен ыдысымызға 2 стакан жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін 1 ас қасық қантымызды салсақ болады. Мен 1 ас қасық салдым. Қатты тәтті болсын десеңіз 2 ас қасық салсаңыз болады. Одан кейін кішкене дрожжымызды салып, жақсылап араластырып алдым. Кішкене піскенде иіс шығып тұрсын деп азғантай ванильный сахар қостым. Одан кейін азғантай тұзымызды сеуіп, сосын 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз да, аз-аздан ұнымызды салып, тестімізді илей береміз. Менде осыған 4 стакан жарымдай ұн кетті. Дайын болған тестіні осылай 2-ге бөліп жасай берсеңіздер болады рогаликилеріңізді. Осылай дөңгелек етіп жайып алғаннан кейін рогаликидің формаларына келтіріп кесіп аламыз да, сары майымызды және де кішкене үстіне секер сеуіп рогаликилеріңізді жасай берсеңіздер болады. Мен және қасына повидланы да қосып, екінші жартысына повидла қосып істегенмін, бірақ повидладан көрі осылай маймен секермен істеген өте дәмді болды. Балаларға да осы ұнады. Дәл осылай барлығын орап аламыз да, 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. 15-20 минутта пісіп шығады, қып-қызыл, әп-әдемі болып. Барлықтарыңызға ас болсын.